ego.kz ге кіреміз. Бұл жерде кіру батырмасын басамыз. Енді SK батырмасын басқан соң сертификатты таңдаңыз деген параметрге кіреміз. Бұл жерден ключтар тұрған нені тауып аламыз. Мұны жерде екі не шығады ключте. Екі параметр шығады. Соның біріншісі сайтқа кіру параметр. Бұл жерге пароль енгіземіз. Байқаған болсаңыздар, мұны жерде мерзімі шығып тұр. Қай кезден қай кезге дейін жарамдылық мерзімі 1 жылға беріледі екен. Кіреміз. Біздің аты жөніміз шығады. Енді құқықтық көмек деген жерден біз соттылығы болу немесе болмау туралы анықтама ала аламыз. Денсаулық сақтау параметрінде біз өзімізге керекті анықтамаларды ала аламыз. Наркологический, психологический. Сот жұмысына кірген соң сот жұмысына кіреміз. Бұл жерде соттылығы болу не болмау туралы анықтама беру параметріне кіреміз. Онлайн сұрау. Қолтаңба қойып анықтама алу параметрге кіреміз. Электрондық цифрлық қолтаңба SK, яғни ақпарат тасымалдағыш. Бізде флешка не болмаса сотканың компьютердің памятында болуы мүмкін. Флешка не ключтеріміз, соған кіреміз. Бұл жерден ключіміз тұрған нені папканы тауып аламыз. Енді бұл жерде екінші параметріне қол қоюға арналған параметр бұл, екіншісі. Соған кіреміз. Қайтадан сол пароль енгіземіз. Әркімде әртүрлі болуы мүмкін пароль. Енді мәртебесін жаңарту бір рет басамыз. Бізге мұны жерде 10 минут ішінде беруді мүмкін справканы, или 5 күн жұмыс күн ішінде де беру мүмкін. Бұл соттылығы болу немесе болмау туралы справканы біз жеке кабинеттен кіріп ала аламыз. Қазір біз сұрау жібердік. Енді медициналық көмек. Медициналық көмекте тұр. Толық көрсету батырмасын басамыз. Бұл жерде наркологиялық ұйымдар анықтама беру. Психоневрологиялық ұйымдар анықтама беру. Бұны да солай онлайн сұрау жібереміз. Қолтаңба анықтама беру. Мәртебесін жаңартуын басамыз. Бұларды сразу береді. Қазақша вариант, орысша вариант. Өзімізге ыңғайлы вариантын аламыз. Міне бізде анықтама дайын болды. Енді сақтау параметрін басамыз. Сақтап аламыз. Енді психологиялық анықтамаға кіреміз.
Endi birinchi parametrni o'tamiz. Ne? Jeka kabinetga kiramiz endi. Biz turali ma'lumotlar o'sha yerda bari. Endi bunga kirishga kiramiz. Bizga kirish jag'idan keladi. Soобщение bo'lib, qay kezda ne aldık bari o'sha yerda turadi vaqtmen. Endi biz sotliqqa kiramiz. Ne daim bo'pti.